Әке, қазір осы тұста қазақтың нақыл сөздерінен немесе өлең шумақтарынан айтып жүрсеңіз. Малым бар деп мақтанба, боран соқса қайтесің. Басым бар деп мақтанба, ажал соқса қайтесің. Ай туды деп қуанба, өміріңнің орағы. Күн шықты деп қуанған, өміріңнің шырағы дейді. Ол ай туғанда адам баласы көп адам қуанып шаттанып жатады ғой. Бірақ асылінде ол қуанатын нәрсе емес екен да ол. Аллаға көбірек дуа қылып, Аллахқа жалбарынып, білмесең күнәңді кешір я Раббым деп, өйткені ай туғанда сенің бір айлық өміріңнің орағы ол кесіп өтіп кетті, болды, өміріңнен өтіп кетті бір ай. Ал күн шықты деп қуанған дегені, бүгінгі шыққан күнді қанша адам баласы көре алмай кетті мысалға. Ол сенің өміріңнің шырағы, сол күнгі өміріңнің шырағы сенің. Сол үшін қуанған деп тұр да. Ал малың бар деп мақтанба деген ол белгілі ол. Ол байлықпен мақтанатын нәрсе емес ол. Бір ғана боран соқса бол деген ол. Бір жұттық нәрсе ол. Ал енді басым бар деп мақтанба деген көп адам сұлулығымен, күштілігімен, сымбаттылығымен мақтанады мысалға. Оның бәрі түк емес екен да. Ажал соқса қайтесің дейді да. Осыны меңзеген абай айтамыз иншалла. Машаллах, әке, керемет.